Сәлем достар, бүгін біз пайғамбар қылыш атты гүлдің күтімі жайлы айтамыз. Орыстар бұл гүлді сансеверия деп айтады. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Мінекейіңіз гүлдің балаларын осылай бөлек отырғызуға дайындаймыз. Ол үшін пышақтың ұшымен тігінен балаларын анасының тамырынан ажыратамыз. Анасымен жалғанған баласының тамыры өте жуан болады, сол үшін пышақпен кесіп жатырмыз. Пышақты тігінен ұстаңыз, өйткені көлденең кессеңіз басқа керекті тамырларды кесіп жіберуіңіз мүмкін. Мінекейіңіз дайындап, аккуратно дайындап, бұл жолы 5 балалы болды бұл гүліміз. Мать героиня болды, пенсияға шықты деп па. Мінекейіңіз пеноплекс салынған үлкен горшокқа ауыстырамыз, өйткені гүліміз шамадан тыс өсіп кетті. Горшогын үлкейту керек, кеңейту керек. Бұл үшін пеноплексті үгітіп, үстіне топырақ саламыз, жартылай саламыз топырақты. Содан кейін топырақтың ортасын кішкене шұңғыл етеміз, өйткені горшоктағы гүлімізді ішіндегі топырағымен бірге саламыз. Сол үшін шұңғыл етіп дайындап аламыз топырақты. Мінекейіңіз. Гүл өсіруде сіз новичок болсаңыз, осы гүлді алуға кеңес беремін. Өйткені бұл гүл өте қатты күтімді қажет етпейді. Мінезі жақсы гүл. Көлеңкеде де, күнде де тұра береді. Суды аса қатты қажет етпейді. Аптасына 1 рет суғарсаңыз да жеткілікті. Қыстың күндері 2 аптада 1 суғарсаңыз жеткілікті. Бұл гүлдің үйде ұстаудың басты себептерінің бірі өзіне көмір қышқыл ауаны сіңіреді, бойынан оттегіні шығарады. Өте пайдалы гүлдердің бірі. Адамның иммунитетін көтеретін де қасиеті бар екенін естігенмін. Мінекейіңіз гүлдерімізді отырғыздық. Үлкен горшокқа, балаларын уақытша кіші горшокқа отырғыздым. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.